Жақында ғана желіні жарған кек алушылар Доктор Дум фильмінің трейлері бәріміздің миымызды ашты десек те болады. Роберт Дауни кішінің басты зұлым рөлінде оралуы бұл жай ғана үлкен ойынның бастамасы екен. Біздің сүйікті қаһармандарымыз Доктор Стрэндж, Ванда және Пегги Картер неліктен Доктор Думның жағына өтіп, оның құпия көмекшілеріне айналды. Тоби Магуайрдың өрмекші адам ғаламы шынымен де толықтай күл-талқан болып жойылу қаупінің алдында тұрма. Ал ең бастысы құдіретті Тордың өзі Думның сиқыры алдында дәрменсіз болып, ақыры оны жеңу үшін комикс тарихындағы ең мықты, ең құдіретті бейне руналық король Торға қалай айналмақ. Бүгін біз осы сұрақтардың барлығына жауап беріп, трейлердің әрбір секундын, әрбір жасырын деталін жіліктеп талдайтын боламыз. Бұл жай ғана шолу емес, бұл алдағы Марвел ғаламның тағдырын шешетін орасан зор теориялар жиынтығы. Видеоны бастамас бұрын міндетті түрде арнамызға жазылуды ұмытпаңыз, себебі Марвел әлемін бізбен бірге тез әрі оңай түсініп, бәрін білетін гиктер қатарына тез қосылып кетесіз. Ал ендеше экранға жақынырақ жайғасыңыз. Біз бастаймыз. Дәстүрге айналғандай, кек алушылар Доктор Дум фильмінің жаңа бейнебаяны шығар алдындағы тікелей трансляция кезінде тағы да бір жұмбақ әрі қызықты жағдайлар орын алды. Естеріңізде болса, өткен жолы алғашқы трейлер жарық көрген сәтте экрандағы кері санақ әріптері кенеттен жасыл түске боялып кеткен еді. Ал кешегі трансляцияда барлығы жарықтың сәл күңгірттеніп өзгеруінен басталды. Содан кейін камера назарымызды тікелей Доктор Думның өзіне аударды. Сондай-ақ трансляция барысында роликтің ішіндегі кейіпкерлердің айтқан сөздері мен диалогтары да құлағымызға шалынып тұрды. Дегенмен, мұнда ескере кететін бір маңызды жайт бар. Бұл бейнебаян осыдан бір ай бұрын Комик-кон көрмесінде көпшілікке көрсетілген роликтің дерлік көшірмесі десе де болады. Айтпақшы, мен сол кезде Комик-кондағы жабық есік жағдайында көрсетілген трейлерде нақты не болғанын, кейіпкерлердің қандай сөздер айтып, экранда қандай іс-әрекеттер жасағанын өзімнің Telegram каналында егжей-тегжейлі жазып шыққан болатынмын. Сондықтан, егер Марвел ғаламындағы барлық жаңалықтардан бірінші болып хабардар болғыңыз келсе, және жалпы кино әлеміндегі ең қызықты оқиғаларды жіберіп алмайын десеңіз, біздің Telegram каналымызға міндетті түрде жазылуға кеңес беремін. Трейлердің өзі тікелей Латверияда орналасқан Виктор фон Думның сұсты қамалын көрсетуден бастау алады. Доктор Дум ақыл ойы асқан өте данышпан стратег. Ол өз мақсатына жету үшін озық технологиялар мен көне сиқырды қатар шебер қолдана біледі. Мұның бір дәлелі ретінде қамалдың еденінен біз қандай да бір жұмбақ сиқырлы рунаны байқаймыз. Бұл белгі соңғы кезде өте жиі көзге түсіп жүр. Біз оны дәл сол кадрдың өзіндегі тақтан, Думның сауытындағы қолынан, тіпті Роберт Дауни кішінің киіміне және тағы басқа да маңызды тұстардан көреміз. Күн өткен сайын бұл таңбаның жай ғана декорация немесе кездейсоқтық емес, өте маңызды деталь екеніне көзім анық жетіп келеді. Сәл кейінірек мен сіздерге бұның не мағына беретінін толықтай тарқатып түсіндіріп беруге тырысамын. Өйткені бұл құпия руна болашақта Тордың оқиға желісінде орасан зор, тіпті шешуші рөл атқаратын болуы әбден мүмкін. Ары қарай кадрдан біз басты қаһармандарымыздың қандай да бір белгісіз ғимараттың ішінде бас қосқанын көреміз. Кадрдың сәл бұлыңғырлығына байланысты олардың дәл қай жерде тұрғанын бірден ұғыну қиынға соғады. Дегенмен өз басым бұл жұмбақ орында әйгілі X адамдардың мектебіне қатты ұқсатамын. Әсіресе артқы фондағы мына бір кітаптарға мұқият назар аударсақ, бұл ойымыз растала түсетіндей. Енді бұл әртүрлі ғаламдағы кейіпкерлердің жолдары өзара соқтығысудың кесірінен қиылысатын анық болып тұр. Жалпы бұл комикстердегі өте күрделі әрі ерекше құбылыс. Ал бұл инкурсия немесе ғаламдардың соқтығысу дегеннің нақты не екенін және оның салдары қандай болатынымен осының алдындағы кек алушылар Доктор Дум фильмінің алғашқы трейлеріне жасаған талдауымда шіліктеп тұрып түсіндіріп берген едім. Егер бұл құбылыстың нақты не екенін толығырақ түсінгіңіз келсе, сол роликті міндетті түрде көріп шығыңыз. Сілтемесін видеоның астындағы пікірлерде қалдырамын. Ал қазір уақыт созбай қысқаша ғана түсіндіріп өтейін. Инкурсия кезінде екі параллель ғалам арасындағы шекара толықтай жойылып, олар бір-бірімен соғысады. Бұл өте қорқынышты жағдай, себебі мұның арты сол екі ғаламның біреуінің немесе екеуінің де біржола жойылып, күл-талқан болуына әкеп соғады. Ал алдағы кек алушылар Доктор Дум фильмінде тек 3 ғаламның бар екенін алдыңғы трейлерден байқаған болатынбыз. Олар кек алушылар ғаламы, X адамдарының ғаламы және фантастикалық 4 ғаламы. Және байқауымызша дәл осы 3 алып ғалам бір-бірімен бетпе-бет соқтығысатын сияқты. Комикстер желісіне сүйенсек, барлығы қирап жоқ болған кезде Доктор Дум мультиғаламның тірі қалған әртүрлі бөлшектері мен қалдықтарын жинап, одан шайқастар әлемі деп аталатын жаңа бір тұтас планета жасайды.
Бұл жаңа әлемде ол жай ғана патша немесе қатегіз диктатор емес, бәріне әмір жүретін нағыз құдайдың өзіне айналады. Ал осы планетаның тұрғындары әртүрлі ғаламдардан жиналған бізге таныс әдеттегі кейіпкерлер. Трейлерде байқағанымыздай, қаһармандарымыз осы бір сұмдықты тоқтатудың амалын іздейтін болады. Дәл сол себепті олар өзара сөйлесіп, ортақ шешімге келу үшін X адамдарының ғаламына ауысады. Рас, басында олар сәл келіспей, бір-бірімен сөзге келіп қалуы мүмкін, бірақ эмоцияны басып, байыппен келіссөзді бастайды. Бұл бөлмеде бұрынғы және жаңа кек алушылар, фантастикалық төрттік және X адамдары бас қосқан. Ал X адамдарының командасында әрине Дэдпул мен Росомаха бой көрсетеді. Жақында ғана өткен Disney 23 көрмесі үшін Хью Джекман мен Райан Рейнс арнайы әзіл-сықақ видео түсірген болатын. Онда Хью Джекман тікелей Кевин Файгеден оларды осы фильмге қоса алатын немесе алмайтын сұрайды. Джекманның бұл сұрақты қоюға сәл ұялып тұрғаны байқалады, бірақ кадр сыртындағы Райан оны көндіріп, тіпті мәжбүрлеп тұрғандай әсер қалдырады. Қысқасы, олар бұл фильмге 100% оралады. Әйтпесе студия мұншама нәрсені жайдан-жай жасамасы анық қой. Тағы да бір назар аударарлық жайт Райанның Дэдпул мен өрмекші адам кроссовері туралы айтқаны. Естеріңізге сала кетейін, мен осыдан біраз уақыт бұрын өзімнің роликтерімде Дэдпул мен Росомаханың Тоби Магуайр сомдаған өрмекші адамға қарсы шайқасқа түсетіні туралы бірнеше рет болжам айтқан болатынмын. Бағанағы біз сөз еткен ғаламдар соқтығысуының салдарынан және байқауымызша дәл осы оқиғалардың кесірінен Тоби Магуайрдың ғаламы толықтай жойылып кетуі мүмкін. Үлкен ықтималдылықпен мына кадрда қирап жатқан дәл сол Тобидің ғаламы болуы әбден мүмкін. Ары қарай трейлердің жалғасына назар аударсақ, Сью Шторм Доктор Думды өзінің өмірінде кездестірген ең ақылды, ең данышпан адам деп сипаттайды. Ойлап қараңызшы, бұл дегеніміз Думның тіпті ғаламдағы ең үлкен ми иесі саналатын Рид Ричардстың өзінен де ақылдырақ болғаны ғой. Комикс оқиғаларынан өтсек, Виктор фон Дум мен Рид Ричардс бітіспес қас жаулар. Олар үнемі тек ғылым мен технология саласында ғана емес, жеке өмірде де бір-бірімен үлкен бәсекеге түсіп отырған. Иә, кезінде Виктор фон Дум да сұлу Сью Штормға шын жүректен ғашық болған еді. Бірақ өкінішке орай оның махаббаты жауапсыз қалып, олардың қарым-қатынасы оңға баспады. Дегенмен, біз білетін Марвел кино ғаламында бұл классикалық сюжеттік желіні сәл басқаша бұрып, өзгертуі әбден мүмкін. Экранда Думның ең басты бітіспес жауы Рид Ричардс емес, керісінше Стив Роджерс болып шығуда ғажап емес. Трейлерден жалпы Сью Штормның Викторды өте жақсы білетін байқадық. Ол Доктор Дум туралы білетін барлығын Гамбитке, вакандылықтарға, Магнетоға, Немір және Шанчиге, ақш агентіне, сондай-ақ Тор және мына қолды байқасақ Бакиге, сосын әрине Стив Роджерске айтып беріп жатыр. Бұл жерде Стив Роджерс не істеп жүр? Ол кек алушылар финалдың соңында өткен шаққа бір жола кетіп қалмап еді. Бұл жерде бәрі өте қарапайым бір шешім бар. Бұл уақыт құдайына айналған Локи арнайы өткен шаққа барып, қазіргі уақыттағы қаһармандарға Доктор Думды жеңуге көмектесу үшін Стивті сол кезден суырып алып келген. Алайда желіде бұған қатысты тағы бір қызықты теория жүр. Оған сенсек, Локи бұған дейін Стивке барып қайтқан көрінеді. Ол Стивке оның бұл демалысының арты үлкен зардаптарға әкеп соғуы мүмкін екенін ескерткен. Дәл сол себепті Локи Стив Роджерс отбасын 828 ғаламға көшірген. Өйткені ол жақта бәрі жақсы болады деп сендірген екен. Және сол кезде Стивке Локи өзінің визиткасын беріп кеткен болуы керек, және ол визитканы тікелей Стивтің қолына ұстатады. Бұлай деп нақты айтуымыздың себебі кадрдың артқы фоны мен кейіпкердің қолындағы неке жүзігінен бұл Стив екенін анық байқауға болады. Не десек те, Стивті қазіргі уақытта және супер қаһармандардың қасында болуына тікелей Локидің де қатысы бар. Трейлердің келесі бөлігінде Виктор олардың барлығы ұрланған өмірмен сүріп жатқанын және енді сол қарызды қайтаратын уақыт келгенін қадап айтады. Бұл сөздер арқылы ол сірә дәл осы қаһармандардың іс-әрекеттерінің кесірінен тұтасы мультиғаламның құрдымға кетіп, қирап жатқанын меңзесе керек. Осы тұста бір қызық детальға назар аударайық. Дәл осы сөздер айтылған кезде Стив Роджерстың басын төмен түсіріп жерге қарағанын байқаймыз. Бұған қарап, оның іште өзін қатты кінәлі сезініп тұрғанын аңғару қиын емес. Мен бұған дейінде өз роликтерімде бірнеше рет қайталап айтқандай, Стив Роджерстың осы уақытпен саяхаттаған шытырман оқиғаларының кесірінен Думның отбасы қайғылы жағдайда көз жұмған еді. Ал енді Виктордың басты мақсаты одан аяусыз кек алу. Егер Стив Роджерс фантастикалық төрттіктің ғаламында өмір сүрген болса, онда ол өзіне қатысы жоқ, мүлдем араласпауы тиіс істерге килігіп, соның салдарынан осындай сұмдық жағдайлар орын алған болуы әбден мүмкін. Және тағы бір маңызды әрі ресми расталған ақпарат, Виктор фон Дум дәл сол 828 ғаламнан шыққан.
Қауесеттерге сенсек, ол да фантастикалық төрттіктің кемесімен бірге ұшып келген, сондықтан басында жұрттың бәрі оған шүбәсіз сенген. Алайда сәл кейінірек ол өзінің ішкі сұрқия пиғылын, яғни шынайы бет-бейнесін ашып көрсетеді. Өзім бұған дейін де бірнеше рет қадап айтқандай, бұл фильмде біз Роберт Дауни кішінің бет-әлпетін өте сирек көреміз, тіпті мүлдем көрмей қалуымыз да ғажап емес. Оның шынайы жүзін тек осы фильмнің шарықтау шегінде, яғни финалында немесе тіпті келесі кек алушылар құпия соғыстар бөлімінде ғана көруіміз мүмкін. Байқағанымыздай, басты қаһармандарымыз Думның нағыз қас жау екенін ол тұтас бір қаланы жермен жексен етіп қиратып тастаған сұмдық сахнада ғана бірақ түсінетін сияқты. Трейлерден көзімізге бірден оттай басылған тағы бір керемет деталь. Роберт Дауни кішінің тек көз қарасымен-ақ қаншама эмоцияны шебер жеткізіп, мінсіз актерлік ойын көрсетуі. Сонымен қатар оның дауыс ырғағы да мүлдем басқаша, өте әсерлі шыққан. Бұған дейін айтып өткенімде, ол фильмде арнайы Латверия акцентімен сөйлейтін болады. Бірақ өкінішке орай, трейлердің дубляжында біз бұл ерекшелікті толық сезіне алмаймыз. Дубляжда доктор Думның түпнұсқадағы адамның мысын басатын, тұла бойыңды тітіркендіретін сұсты дауысы дәл солай жеткізілмеген. Шынымды айтсам, маған дубляждағы дауыс мүлдем басқаша, әлдеқайда әсерсіз болып естілді. Трейлердің келесі кадрларында Дум өзінің зәулім қамалында тұрып, қабырғада ілулі тұрған үлкен суретке телміре қарап тұрғанын байқаймыз. Бұл суретте доктор Думның отбасы бейнеленген. Осыған қарап мынадай тұжырым жасауға болады. Виктор тұтас мультиғаламды аман алып қалу үшін ғана емес, сонымен қатар өзінің қайғылы жағдайда көз жұмған отбасын қайтарып алу үшін де жаңағы біз айтқан шайқастар әлемін құруды мақсат етіп отыр. Оның ең басты мотивациясы осы болуы әбден мүмкін. Бірақ мұндай ауқымды ғаламдық жоспарды іске асыру үшін оған орасан зор күш-қуат пен сенімді көмекшілер қажет екені айтпаса да түсінікті. Осы тұста Думның сауытына мұқият назар аударсақ, кеудесіне шындық тасына қатты ұқсайтын жарқыраған қызыл жұмбақ затты байқауға болады. Немесе бұл Ванданың хаос күші ме? Бәрі де мүмкін, бірақ айта кететін жайт, естеріңізде болса, осыдан бірнеше жыл бұрын ғаламторда доктор Дум әртүрлі ғаламдарды аралап, ең мықты, ең құдіретті артефактілерді жинайтын болады деген сыбыстар кеңінен тараған еді. Міне сол қауесеттер расқа айналып, ол жинаған артефактілердің қатарында осы шындық тасы да бар сияқты. Алайда Виктор тек құдіретті сиқырлы заттармен ғана шектеліп қалмайды. Оның жанында өте мықты, күшті одақтастары да болады және бір қызығы, олардың барлығы дерлік беттеріне маска киіп алған. Олар неліктен өздерінің шынайы бет-әлпетін жасырып жүр? Бұл әзірге үлкен жұмбақ, бірақ менің жеке ойымша, бұл Marvel студиясының көрермендерге дайындап отырған тосын сыйы. Фильмнің ең шарықтау шегінде олар маскаларын шешкен кезде, біз Marvel кино ғаламындағы өзімізге бұрыннан таныс, тіпті күтпеген кейіпкерлерді көріп, бәріміз таңғалатын боламыз. Айтпақшы, трейлерде бізге Думның жаңағы құпия көмекшілерін де ішінара көрсетіп үлгерді. Мына кадрға назар аударсаңыз, артқы фонда тұрған бір одақтасын көруге болады. Ал мына жерде екіншісінің желбіреген шапаны көзге түседі. Олардың қатарында 3 бірдей латвериялық мыстан және бір құдіретті сиқыршы бар. Келіңіздер, талдауды алдымен осы сиқыршыдан бастайық. Оның есімі Борис. Marvel комикстерінің тарихына үңілсек, Борис Думдар отбасының ескі досы, өте адал қызметшісі, басты кеңесшісі және кезінде Виктор фон Думның Латвериядағы қамқоршысы болған адам. Виктордың ата-анасы қайтыс болған ең ауыр кезеңде оған алғашқылардың бірі болып қолдау көрсеткенде дәл осы Борис болатын. Содан бері ол Латверия билеушісінің ең сенімді, ең адал жақтасы болып келеді. Бірақ ең қызығы бұл емес. Қазіргі таңда желідегі инсайдерлер арасында осы Бористің маскасының артында өзіміздің доктор Стрэндж жасырынып тұруы мүмкін деген өте қызу теория талқылануда. Бұл теория қайдан шықты дейсіз ғой? Тамыз айының басында ғаламторда кек алушылар доктор Дум фильмі кейіпкерлерінің өте жоғары сападағы жасырын жарнамалық суреттері, яғни промо арттары тарап кеткен болатын. Бұл кадрларда доктор Думның жеке гвардиясы саналатын латвериялық мыстандар тобы бейнеленген, ал олардың арасында қара сағутқа оранған жұмбақ ер адамның сұлбасы бой көрсетеді. Нағыз интрига осы жерде басталады. Фанаттардың қырағы назарынан ештеңе қашып құтылған емес. Олар әлгі беймәлім кейіпкердің темір маскасының дәл маңдай тұсынан көлденеңінен ойылған ерекше саңлауды байқап қалды. Бұл жай ғана дизайн немесе кездейсоқ саңлау емес. Ол дәл доктор Стрэндж ессіздік мультиғаламында фильмінің финалында Стивен Стрэндж Даркхолд кітабын қолданғаннан кейін ашылған әлгі тылсым үшінші көздің орнында орналасқан. Әрине, бұл ақпаратты студия әлі ресми түрде растаған жоқ. Бәлкім бұл жай ғана жасанды интеллект арқылы жасалған фейк сурет болуы да ғажап емес. Ол жағы әзірге беймәлім.
Дегенмен, бұған дейін өте беделді әрі сенімді инсайдер Дэниел Рихтман Думның ең басты көмекшісі кеңістік порталдарын ашатын сақинаны шебер қолдана алатын және маңдайында үшінші көзі бар құдіретті сиқыршы болады деп кесіп айтқан болатын. Ал енді желіге тарап кеткен мына жаңа суретте сол сыбыстардың жайдан-жай шықпағанын толықтай дәлелдеп тұрғандай. Бірақ бұл Стивен Стрэндждің зұлымға айналып кеткенін білдірмейді. Ол жай ғана тұтас ғаламдарды сақтап қалу жолында доктор Думның мақсаты мен ұстанымы дұрыс екенін түсінген болуы мүмкін. Оның үстіне естеріңізде болса, ессіздік мультиғаламында бізге Стивен Стрэндждің әлемді және басқа адамдарды аман алып қалу үшін кез келген құрбандыққа, тіпті ең радикалды қадамдарға баруға дайын екенін анық көрсеткен болатын. Бұл теорияның жаны бар сияқты, солай емес пе? Сол ессіздік мультиғаламы фильмнің соңында Клея есімді жұмбақ кейіпкер пайда болып, Стрэнджге ғаламдардың соқтығысуы туралы ескерткен болатын. Бұдан шығатын қорытынды, Стрэндж осы бірнеше жыл бойы бұл соқтығысуларды зерттеп, оның алдын алуға барын салып тырысқан, және осы уақыт аралығында ол доктор Думмен танысып, тіпті оның одақтасына айналып үлгерген сияқты. Сәйкесінше, құпия көмекшілердің маскасының бірінің артында Клеяның да жасырынып тұруы әбден мүмкін. Жақсы, ал қалған екі латвериялық мыстаның маскасын кімдер киіп жүр? Біріншісі үлкен ықтималдылықпен біздің сүйікті Вандамыз, ал қызыл мыстан болуы мүмкін. Өйткені Марвел оның тірі қалғаны туралы бұрыннан бері түрлі тұспалдар тастап келеді. Айтпақшы, әлгі жарқыраған қызыл зат сол Ванданың хаос сиқырынан жасалған артефакт болуы да ғажап емес. Яғни оны Ванда доктор Думға күшін арттыру мақсатында жасап беруі мүмкін. Және біз бұл шындықтың бетін алда шығатын Vision ізденісі сериалында толық білетін болуымыз әбден мүмкін. Ал Думның келесі одақтасына келер болсақ, ол Пегги Картер болуы да ықтимал. Я, қателескен жоқсыз, Пегги Картер. Неге дәл Пегги? Ол Стив Роджерстің әйелі емес пе? Оған Думға көмектесудің қандай қажеті бар деген орынды сұрақ туындауы мүмкін. Келіңіздер, осыны тарқатып талдап көрейік. Біріншіден, оның бұл фильмде бой көрсететіні ресми түрде расталған ақпарат. Оны сомдайтын актрисаның өзі де алдағы уақытта біз бұл кейіпкерді мүлдем басқа, күтпеген қырынан көретінімізді айтқан болатын. Сонымен қатар іс-шаралардың бірінде Роберт Дауни кішінің өзі кейбір танымал қаһармандардың доктор Думның жағына өтуге мәжбүр болатынын айтып кеткен еді. Бәлкім, Пегги шынымен де Стивтің іс-әрекеттері қате екенін түсініп, осындай шешім қабылдайтын шығар. Және де жақында ғана Крис Эванс Fan Expo Бостон көрмесіндегі сұрақ-жауап сессиясы кезінде кек алушылар доктор Дум фильміндегі Капитан Американың сюжеттік желісі өте қатыгез болатынын айтып қалды. Актердің сөзіне сүйенсек, режиссер ағайынды руссоларға бұл кейіпкерді қинап, онымен ойнаған қатты ұнайтын көрінеді. Капитан Американы өлімші етіп сабау олардың ең сүйікті ісі десе де болады. Өйткені руссолар үшін нағыз қаһарман, ол таяқты қанша жесе де, қанша рет құласа да қайта орнынан тұруға күш таба білетін адам. Сондықтан олар әрқашан Капитан Американы аяусыз соққыға шығудың жаңа, креативті жолдарын іздеп табады. Ал бұл жолы олар тіпті шектен шығып, өте қатыгездікпен әрекет еткен сияқты. Дегенмен, Крис Эванс бұның кейіпкердің дамуы үшін аса қажетті сюжеттік арка екенін де қосып өтті. Міне, Капитан Американың бұл фильмде психологиялық тұрғыдан толықтай сынуының басты себептерінің бірі осы болуы мүмкін. Ойлап қараңызшы, оның сүйікті жары Пегги Картер басты зұлым доктор Думның тікелей одақтасы болып шығады. Бұдан асқан ауыр соққы бар ма? Әрине, бұл әзірге тек болжам, бірақ біздің нақты білетініміз, беделді инсайдерлер Пеггидің доктор Думға көмектесетіні туралы бұрыннан бері тынбай айтып келеді. Ал енді Вандаға қайта оралсақ, ол неліктен доктор Думға көмектесуі керек? Үлкен ықтималдылықпен доктор Стрэндж ессіздік мультиғаламында Вундагар тауы құлағаннан кейін ол есінен айырылып, жадын жоғалтқан болуы керек. Байқауымызша, Виктор оны шайқастар әлемін құру үшін жай ғана орасан зор қуат көзі, яғни батарея ретінде пайдаланғысы келеді. Ал Локидің құдіретін сол жаңа әлемді іргетасынан қалап шығатын басты құрал ретінде қолданбақ. Біздің білуімізше, доктор Дум Локидің күшін толығымен тартып алуды көздеп отыр. Жақында өткен Disney 23 көрмесінде Marvel студиясы қираған уақыт өзгерістерін басқару ұйымының арнайы стендін көрермен назарына ұсынған болатын. Бұл Думның сол ұйымға міндетті түрде бас сұғып, ойран салатынына жасалған өте айқын тұспал. Трейлердің жалғасында біз қирап жатқан қаланың көрінісін байқаймыз және бұл жер Нью-Йорктегі орталық саябаққа қатты ұқсайды. Сонымен қатар актер Иэн Маккеллен өзінің берген сұхбаттардың бірінде Магнетоның Нью-Джерси қаласын жермен жексен ететінін айтып қалған еді. Осының бәрін саралай келе, менің болжауымша бұл қирап жатқан әлем Тоби Магуайр сомдаған өрмекші адамның ғаламы болуы әбден мүмкін. Өйткені осыған дейінгі роликтерінде бірнеше рет қадап айтқанымдай, дәл осы Тобидің ғаламы түбегейлі жойылу қаупінің алдында тұр.
Трейлердің келесі кадрында біз басына дәстүрлі дулығасын киіп, қызу шайқасқа түсіп жатқан Магнетоның өзін анық көреміз. Байқауымызша, бұл дәл бағанағы профессор X-тің терезеден телміре қарап тұрған кезіндегідей ғаламдардың соқтығысуы, яғни инкурсия салдарынан болған орасан зор жарылыстың сәті сияқты. Және дәл осы жүректі ауыртатын сәтте біз от адамның кішкентай Франклинді айналадағы сұмдық қирауды көрмесін деп бауырына қысып құшақтап тұрған сахнасында байқай аламыз. Сірә бұл Тоби Магуайрдың өлмекші адамның ғаламын енді аман алып қалу мүлде мүмкін емес екені белгілі болып, планетаның көз алдымызда күл-талқан болып қирап жатқан нағыз трагедиялық сәті болса керек. Трейлердің ары қарайғы желісінде доктор Думның қандай да бір зәулім ғимаратты бұзып, жарып ұшып шыққанын көреміз. Бірақ жақсылап ойланып қарасақ, бұл жай ғимарат емес, доктор Думның жеке ұшатын алып кемесі болуы да әбден мүмкін. Осы тұста өте орынды бір сұрақ туындайды. Егер бұл өзінің кемесі болса, ол неліктен оны осыншама оңай қиратып, терезесін бұзып жарып майдан даласына ұшып шықты? Егер осы кадрды өте баяулатып, мұқият қарайтын болсақ, бір қызық детальді байқауға болады. Кемеден ұшып шыққан Думмен бірге тағы бір беймәлім зат қоса ұшып келе жатыр. Менің болжауымша, бұл зат Тордың атақты балғасы Мьёльнир болуы мүмкін. Үлкен ықтималдылықпен Стив Роджерс осы Мьёльнирді шебер пайдаланып, кеме ішінде доктор Думға жойқын соққы жасап, оны сыртқа қарай лақтырып жіберген. Міне, сонда ғана оның неліктен өз кемесін өзі қиратқанына толықтай логикалық жауап табамыз. Ол мұны әдейі жасаған жоқ, оны жай ғана Стив балғаның күшімен ұрып ұшырған. Дегенмен көкірегімізде тағы бір сұрақ қалатыны жасырын емес. Егер оны біреу кемеден ұрып ұшырып жіберсе, қалайша доктор Дум жерге соншалықты эпикалық мінсіз әрі әсерлі қонды? Бұған жауабым өте қарапайым. Ұмытпайық, ол доктор Дум ғой. Ол қандай жағдай болмасын, тіпті таяқ жеп ұшып бара жатса да, жұрттың алдында өзінің сұсын, пафосын және мықты зұлым деген аурасын жоғалтпау үшін әдейі осылай әсерлі жерге қонуды жөн көрген шығар. Бұл оқиғаның дәл X адамдарының ғаламында болып жатқанына 100% сенімдіміз. Неге десеңіз, осының алдындағы X адамдарының бағы көрсетілген кадрға мұқият қарасаңыз, артқы фонда дәл осы ғимарат немесе доктор Думның ұшатын алып кемесі тұрғанын анық байқауға болады. Өз басым осы фильмде Тор кейіпкерінің үлкен, тіпті түбегейлі өзгерісін, яғни жаңа қырынан танылуын көретінімізге сенімдімін. Трейлерде байқағанымыздай, құдіретті Тордың өзі доктор Думның табиғаттан тыс сиқырына қарсы мүлдем дәрменсіз болып қалды. Мұның бәрі Думның сауытына арнайы енгізілген сиқырлы руналардың құдіретінен. Ойлап қараңызшы, доктор Дум Тордың бар күшін салып жасаған соққысын жай ғана екі саусағымен ұстап алды. Және бұл жай соққы емес, Тор мұнда дәл кек алушылар шексіздік соғысы фильмінде барлық 6 шексіздік тасы бар танысты өлімші етіп өлтіре жаздаған орасан зор қуатын жұмсап тұрған еді. Дәл осындай құдіретті шабуылды елемеу доктор Думның деңгейінің қаншалықты биік екенін көрсетеді. Бұл сахнаны толық түсінудің кілті дәл экранның өзінде көз алдымызда жасырылған. Егер Тордың соққысы тиген сәттегі Думның қолғабына өте мұқият назар аударып қарасаңыз, оның сауытынан ойып жазылған өрнекті анық байқауға болады. Бұл кәдімгі тұрақты сиқырлы тосқауыл ретінде тікелей сауыттың ішіне енгізілген латвериялық руналық таңбалар. Яғни Дум Тордың соққысын физикалық күшпен тоқтатып тұрған жоқ. Ол руналық сиқырдың көмегімен оның орасан зор қуатын өзіне жұтып, энергияны жан-жаққа сейілтіп жібереді. Комикстерге сүйенсек, доктор Думның сиқырлы жүйесі бір уақытта 3 түрлі тәуелсіз мектепке негізделеді. Біріншісі, сауыттың металлына мәңгілікке қашалып жазылған дұғалар түрінде жұмыс істейтін латвериялық руналық сиқыр. Ол бүкіл денені қоршап тұратын үзіліссіз тылсым қалқан түзеді. Екіншісі, қара сиқыр. Дум ондаған жылдар бойы түрлі өлшемдерді аралай жүріп, осы қара сиқырды терең меңгерген. Оның бұл саладағы деңгейінің мықтылығы соншалық, ол Марвел тарихындағы ең құдіретті сиқыршылардың бірі ретінде доктор Стрэнджбен бір қатарда тұра алады. Ал үшінші құрамдас бөлігі бұдан да қорқынышты, тіпті жан түршігерлік деуге болады. Ол жандарды жұту. Бұған дейін Дум Хазареттің 3 бірдей жын перісінің жанын тікелей өзінің сауытының ішіне қамап қойған. Бұл оның бойындағы табиғи сиқырлы күшінің адам нанғысыз деңгейге дейін көтеріп, барлық шектеулерді бұзып тастады. Осының бәріне Виктор фон Дунның теңдессіз данышпан ақылын қосатын болсақ, ол қазіргі Марвел кино ғаламындағы осы кезге дейін болған ең қауіпті, ең қорқынышты жауға айналады. Дәл осы қасиетімен ол Марвел кино ғаламының бұған дейінгі барлық зұлымдарынан түбегейлі ерекшеленеді. Танысқа өзінің мақсатына жету үшін бүкіл ғаламнан жиналған орасан зор қуатқа ие 6 бірдей артефакт қажет болды емес пе? Ал Дум майданға толықтай дайын болып келеді. Оның бүкіл арсеналы мен жойқын күші ол күн сайын үстінен тастамай киіп жүретін сауыттың металлына сіңіріліп жазылып қойған.
Осындай дәрменсіздіктің кесірінен Тор амалсыздан әкесі Одиннен көмек сұрауға мәжбүр болады. Және Один оған Одиннің күші деп аталатын ұлы құдіретті сыйлайды. Фильмнің ресми постерінде Тордың бойынан әдеттегідей көк емес, жарқыраған сары найзағайлардың шығып тұруының басы себебі де дәл осы. Осыған дейін де талай рет айтқанымдай және әрқашан қайталаудан жалықпайтын бір ойым бар. Түптің түбінде Доктор Думды дәл осы Тор жеңетін болады. Меніңше Тор әкесінің сол ұлы Одиннің күшін бойына сіңіргеннен кейін дәл баяғы кек алушылар шексіздік соғысы мен финалдағыдай нағыз құдіретіне мінеді. Сөйтіп келесі үлкен кроссовер, яғни құпия соғыстар фильмінің соңында Тор Доктор Думды толықтай тізе бүктіреді деп ойлаймын. Алайда Дум жеңіліс тапқаннан кейін оның сауытындағы әлгі сиқырлы руналар ғалам үшін аса қауіпті болып шығады. Оларды жайдан жай ешқандай бақылаусыз қалдыруға мүлдем болмайды. Сол кезде бұл орасан зор сиқырды өз бойында ұстап тұра алатын, жүрегі таза, ниеті түзу құдіретті құдай қажет болады. Кек алушылар финалда Тор қолына шексіздік қолғабын кие алмап еді. Соны киюді қатты қаласады. Міне, осы шешуші сәтте сахна төріне қайтадан Тор шығады. Әлгі қауіпті руналар Тордың Штормбрейкерімен бірігіп тұтасып кетеді. Осылайша көз алдымызда комикс тарихындағы ең мықты, ең құдіретті бейнелердің бірі руналық король Тор дүниеге келеді. Және ең үлкен ықтималдылықпен дәл осы ұлы оқиғамен Тордың Марвел кино ғаламындағы ұзаққа созылған сюжеттік желісі өзінің логикалық мәресіне жететін болады. Әрине, бұның бәрі тек өзімнің фанаттық теориям, оның болуы болмауы тек алдағы фильмдер шыққанда білетін боламыз. Ары қарай трейлерде біз Доктор Думның алып сақшыларды қалай басқарып тұрғанын көреміз. Бұл көрініс адам сенгісіз әсерлі, супер эпикалық деңгейде жасалған. Дәл осы кадрлардың арқасында менің бұған дейінгі роликтерімді талқылаған, желіге алдын ала тарап кеткен жасырын үзіндінің жалған емес, нағыз шындық екеніне көзіміз анық жетті. Одан кейін трейлерде Думның тозақтың өзі маған бас иеді деген сұсты дауысын естиміз. Бұл сөзсіз комикстерге жасалған өте айқын сілтеме, өйткені комикс беттерінде Доктор Дум мен Мефистоның арасындағы қарым-қатынас өте күрделі әрі аса қызықты өрбиді. Егер бұл екеуінің байланысы туралы тереңірек білгіңіз келсе, арнамдағы Доктор Думның толық тарихы атты арнайы роликті көріп шығуды ұсынамын. Ал бейнебаянның ең соңында біз аты аңызға айналған сол бір сөзді «Менің өзім Думмын» деген құдіретті фразаны естиміз. Бұл әрине Тони Старктың баяғы «Мен темір адаммын» деген ұлы сөзіне жасалған темірдей берік сілтеме. Эмоцияның шыңы сол, ол тіпті қолдарын да дәл Тони Старк сияқты екі жаққа көтереді. Міне достар, кек алушылар Доктор Дум трейлеріне жасаған бүгінгі ауқымды талдауымыз осымен өз мәресіне жетті. Сіздерге бұл теориялар мен жасырын детальдар ұнады деген үміттемін. Ал енді кезек сіздерге. Өздеріңіз не ойлайсыздар? Доктор Стрэндж бен Пегги Картер шынымен Думның жағына өтіп кетті ме? Ал Тордың руналық корольге айналуы туралы теория қаншалықты шындыққа жанасады? Міндетті түрде төменге пікірлер бөліміне өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Әрқайсысын оқып, сіздермен бірге талқылауға әрқашан дайынмын. Егер осы ролик көңілдеріңізден шықса, міндетті түрде лайк басып киношоу кез арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ Марвел ғаламы мен жалпы кино әлемінің ең ыстық жаңалықтарын бірінші болып оқып, талқылағыңыз келсе, менің Telegram парақшама тіркеліңіздер. Ал егер каналдың дамуына үлес қосып, одан да сапалы, ауқымды бейнебаяндардың шығуына тікелей қолдау көрсетем десеңіздер, арнаны қолдау бойынша кез келген сомада қаражатпен бөлісе аласыздар, және де видео соңында есімдері шығып тұратын жазылушы қатарына қосыла аласыздар. Және де ең қызықтысы, сіздер өздеріңіз қандай да бір видео шығаруыма тапсырыс бере аласыздар. Ақшалай қолдау көрсету арқылы кез келген кейіпкерді немесе фильмді талдау, түсіндіру бәріне тапсырыс бере аласыздар. Барлық сілтемелер төменде тұр. Бүгінге осы, сіздермен болған киношоу кезі, келесі кездескенше.